Бастаймыз. Сәлем сөздің атасы болса, ассалаумағалейкум, сол атамыздың туған ағасы болсын. А что, так можно было, что ли? Еліміздің жүрегі Нұр-Сұлтан қаласында неғып жүргенінің себебі бар. Бұл 11-ші Қазақстан барысы республикалық турнирі. Осы жарыста Қазақстан барысы атануға Маңғыстаудың атынан 2 барыс келді. Бұл Қара Бура Нұрдәулет және 4 қара Нұрлан бауырларымыз. Ертең Қазақстан барысы турнирінің финалдық кезеңі болса, бүгін салмақ өлшеу рәсімі. Бұл жүрмейтін жерім жоқ, бастап көрейік. Маңғыстау облысы, алдарыңызда Нұрдәулет Жарылғапов, бойы 182, лақап аты Қара Бура, көшпенділер ойындарының жүлдегері, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, салмағы 151 келі. Нұрлан Қайыпбергенов, лақап аты 4 қара, спорт шебері, Нұрланның салмағы 92 келі. Құрметті көрермендер, бүгін Қазақстан барысы финалының шешуші күні. Барыс арена Қазақстан барысын қабылдауға дайын. Біздің 2 палуанымыз 4 қара мен Қара Бура дайын. Мен дайынмын. Сіз дайын болсаңыздар, көреміз ал. Ассалаумағалейкум. Қазақстан барысының ең алғашқы барысы сізден сұрамасам болмайды енді. Осы жылы кімді фаворит деп санайсыз? Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Өзімнің ойым Ерасыл Қажыбаев деген бауырымыз бар. Қырықбай Мұхит Тұрсынов бар. Әлі Оразбаев деген бар. Ақтабар. Өз облыстарының намысын қорғау деп тұру. Облыстағылар реттеп өздері мықтыларын жіберді деп ойлаймын. Балуандарға сәттілік тілеймін. Ең мықты жеңіске жетсін. Рахмет, аумен айтқаныңыз келсін. Тағы да бір сұрақ. Фавориттеріңіздің арасында Маңғыстаулық жоқ қой? Маңғыстаулық Қара Бура деген өзіміздің бауырымыз бар. Қола жүлдегер атанған. Енді биыл сол бауырымыз тағы жеңісті қолда көреді деп ойлаймын. Аумен айтқаныңыз келсін. Рахмет. Айбек аға, ассалаумағалейкум. Сізді көргеніме қуаныштымын. Бір сұрақ, уақытыңызды алмаймын. Сіздің ойыңызша бүгін фаворит кім? Енді фаворит шынында айтқан кезде барлық бауырларымыз өте үлкен дайындықта келген. Ішіндегі фавориттер енді бір 10 шақты фаворит бар екен. Ішінде өзім байқағандай, олардың аттарын атамай қояйын қазір. Бұйыртса қазір күрес барысында көре жатарсыздар. Бауырларымыздың барлығына сәттілік тілеймін. Ең мықты, шыдамдылық танытқан, жаңағыдай еңбектенген спортшыға жеңіс тілеймін. Сол 10 мықтының арасында Маңғыстаулық бар ма? Маңғыстаулық Қара Бура бауырымыз бар. Ол бауырымызда былтырғы жылы 3-ші орын алған. Енді биылғы жылда Қазақстан барысы болуға әбден лайықты болғандардың бірі. Рахмет. Сәттілік. Жеребе кезінде біздің Маңғыстаулық Қара Бура Нұрдәулетке 24 цифры түсті. Маңғыстаудан 2 адам 24-ті 2-ге өлген кезде 12. Біздің регион 12. Жасасымызды жігіттер, сәттілік. Жүрегі талай топ көрген, білегі күшпен сертелген, шыққандағы асқар шекпенмен жігері жанға. Қазақстан барысы республикалық турнирін ашып деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Қош келдіңіз. Батыр шығар тек тәуелсіз біздің тектелде. Жігітке сай боп әрісі, жарасқан айла әдісі, жаурыны жерге тимеген.
Құрметті көрермендер, менің қасымда Қара Бура және Төрт Қара Нұрдаулет пен Нұрлан бауырымыздың бапкері маңғыстаулық Қайрат Бөрбасов. Қайреке, жеребе тасталды. Сіз енді как тренер ретінде мына барысқа келер алдында мақсат қойғансыздар. Жігіттерде қандай мақсат тұр және жеребе туралы довольны ли? Барыстарымызға сәттілік тілеймін. Маңғыстау облысының намысын қорғап келген екі спортшымызға жаңа ел жарыстың ашылу салтанаты өтті, жеребе тарту рәсімі өтті. Біз енді 36 палуанның барлығын қай өңірден қандай палуандар шыққан бәрін көріп, солардың бәріне дайындалып келгенбіз. Жеребе енді әділ өтті. Бұл жерде тікелей эфирде жаңағы телеарнадан көрсетіліп жатқандай соқыр жеребе бір қалтадан палуандар өздерінің бағына орай жеребелерін тартады. Бұл жерде соқыр жеребе болғаннан кейін бір өңірдің палуандар екі палуан бір группаға түсіп қалып жатқан жайттарда болып жатыр. Біздің енді екі палуанымыз екі жаққа түсті. Өздеріңізге белгілі, былтыр 10 жыл өткен Қазақстан барысында облысымызға Нұрдаулет Жарылғап Қара Бура лақабатымен таныс қола белбеуді алып келген болатынбыз. Енді биылғы жылы жоспарымыз айқын, біраз еңбектеніп алтын белбеуді сол киелі Маңғыстау өңіріне алып барсақ деген жоспардамыз. Жаңа енді жеребе тарту бойынша спортшыларымыздың қарсыластары анықталды. Біздің Нұрдаулет Жарылғаптың бірінші айналымда белдесетін палуаны солтүстік Қазақстан облысының спортшысы Аусағитов Алтынбек деген палуанмен белдеседі. Қайыпбергенов Нұрлан біздің жас спортшымыз биылғы Қазақстан барысына алғаш қатысуы. Бірінші айналымда жаңа Батыс Қазақстан облысының спортшысы Темірлан Көлбай деген палуанмен белдеседі. Темірлан Көлбай жаңа бірінші айналымда Атырау облысының Нұржан Байбосынов деген палуан ұтып, біздің Нұрланмен күресуге жолдама алды. Біздің Нұрлан 36 палуан белдеседі, мына жерде 4 артық белдесуді өткізді. Сода жаңа белдесіп жеңіп шықты Темірлан Көлбай. Енді қазір міне 1-2 айналым, 1-2 күрес белдесуден кейін біздің Нұрлан кілемге шығайын тұр. Все, Қайреке, сәттілік. Жаңа айтқандай, екі палуанымыз екі жақта екі сеткеге бөлінген екен. Ал енді Алла тағала бұйырып финалда кездессін. Әумин, рахмет. Сәттілік. Нұрлан бауырым, осымен сен үшін Қазақстан барысы аяқталды, не жетіспей қалды. Түсінемін енді, жаңа бір жағынан алғашқы рет қатысып отырсың, екіншіден жаңа өзіңне 40 килограмм жоғары немен палуанмен күрестің. Енді не жетіспей қалды, өзің айтшы. Жалпы бұл жарыста енді алғашқы рет келіп отырмын. Бір жағынан салмақтың да басымдылығы рөл ойнап кетті. Енді Алла қаласа келесі жол достар дайындалып келу керек, тек дайындық бәрін шешеді деп ойлаймын, Аллахтың қалауымен. Бұйырса келесі жол енді достар дайындалып келіп, үмітті ақтаймыз деп ойлаймын. Ал енді келесі жылы сенің финалда өнер көрсеткеніңді, сенің жеңіске жеткеніңді көретін болайық. Ал сәттілік, оңай ма? Құрметті көрермендер, келесі жекпе-жекке біздің маңғыстаулық Қара Бура шығайын деп жатыр. Нұрдаулет бауырымызға сәттілік тілейміз. Ал 1-8 финалда әдемі өтіп кет ал.
Нұрдәулет бауырымыз қызыл кимономен шығайын деп жатыр. Қызыл кимоно, қызыл түс деген негізі жеңістің түсі. Ал көреміз ал. Жеңіске жетсін бауырымыз. Rayında batik seveceğiz. Ayağına tozma sudan geçe hatta gidiyorsun. Ağzı Karabura 1-2 finalda Sashi! Alaversak Şira. 1-4 финалын сәтті өткізіп, 1-2 финалға шықтық, жартылай финал. Бұрындары жартылай финал мен 1-4 финалының арасында бір үзіліс болатын еді, қазір үзіліс жоқ. Сразу жекпе-жекке кірісейін деп жатыр. Финалға тек қана бір қадам қалды. Бұрын соңды Нұрдәулет финалда болып көрмеген, бұл алғашқы қадамы. Өткен жылы айта кетейін, 3-ші орын алып, қола жүлдегер атанған. Ал биыл жақсы мүмкіндік бар, содан асып түсуге. Ал давай, Нұрдәулет, кеттік ал. Қарсыласы жарақат алып болған сияқты. Сонымен біздің Нұрдәулет финалда! Алғашқы рет өзінің мансабында Нұрдәулет Қазақстан барысының финалында. Енді мақсаттан былтырғы жеңілгеніміз қайтаруымыз керек. Мақсаттан? Иә. Биыл қай кезеңде жеңілгенбіз? Былтыр үздіктерді ұтылдық қой. Декабрьдегі жарысы. Соны қайтаруымыз керек еді. Реванш па енді? Реванш. Соңғы жылдардағы нәтижесі күрт жақсара түсті. Демек, Нұрдәулет жаңа қарсыласқа деген ықыласымен, құрметімен-ақ жұртшылықтың ырзашылығына ие болды. Ал енді финал басталды. Жүлдегері ортаға шақырылады. Маңғыстау облысының түлегі Нұрдәулет Жарылғапов. Күміс жүлдегер бапкерімен бірге. Бапкеріне 1.800.000 теңге. Нұрдәулет Жарылғапов. Құтты болсын. Бесін! Мені сөйттім. Ал Қайреке, бүгінгі жеңісіміз құтты болсын. Сіз үшін білмеймін, жеңіс па, жеңіс емес па, бірақ өткен жылғы қола жүлдегер алған Қарабура бауырымыз осы жылы күміс алды. Біз үшін, Маңғыстау үшін жеңіс, енді алға қадам деп білем. Не жетпей қалды Қазақстан барысы атануға? Жақсы дайындықпен келгенбіз. Мана жарыстың алдында да айтқанмын, жеребе тарту рәсімінен кейін. Енді бұйырғаны осы, білмедім, палуанға енді кішкене бақ жетпеді ма. Алдағы уақытта
осы жіберген қателіктермен жұмыс жасап, алдыңғы жылда қола белбеу алғанда айтқанбыз, өзіміздің өлкеміз Маңғыстау жеріне алтын белбеу алып келуге жұмыстамамыз. Енді былтырғы қола биыл күміске айналды. Алтынның да ауылы алыс емес деп ойлаймын. Алда әлі Қазақстан барысының жеңімпазы болып туған Маңғыстау елін қуантамыз деп ойлаймын. Бір сөзбен, биылғы күміс келесі жылы алтынға айналсын да, Қазақстан барысы атанамыз да, Қайреке, оң болсын, құтты болсын. Ол күнде алыс емес. Алыс емес. Ал құрметті көрермендер, менің қасымда Қара Бура Нұрдәулет бауырымыз бүгінгі күмісің құтты болсын, оң болсын. Негізгі мақсатың Қазақстан барысы болғың келген, дұрыс па? Алланың қалауымен енді бүгін күміске жеттің. Өткен жылы қол алсаң, биыл күміс алдың. Алға бір қадам деп есептеймін өзімше енді. Сен қалай ойлайсың? Не жетіспей қалды? Ассалаумағалейкум, құрметті Маңғыстау облысы. Мына бүгінгі Қазақстан барысында Аллаға шүкір күміс поясын алдым. Оған да шүкір Аллаға. Осы Қазақстан барысын биыл жеңіске жетем деген мақсатпен, оймен келдім. Енді ол Аллахтың қалауымен күміске ие болдық. Оған да шүкір етеміз. Келесі жылы Алланың қалауымен жеңіске жетем деген ойдамын. Оған енді өзімнің қателіктеріммен жақсылап тренерлік істеп, келесі жылы Қазақстан барысына, басқа да жарыстарға жақсы дайындықпен барып, жеңіске жетіп, Маңғыстау облысын қуантам деген ойдамын, Алланың қалауымен. Енді бүгінгі өзім ризамын, осы күміске алғаныма да қуанам. Рахмет көп-көп барша Маңғыстау облысына. Саған да рахмет, осындай Маңғыстауға күмісті әкеліп отырғаныңа. Келесі жылы алтын бұйырсын ол. Қазақстан барысы атануға лайықсың. Алла разы болсын.